Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока Ворд арнасы. Достар, бұл бізде жетімдердің 3-ші бөлімі, және де бұл бізде соңғы сериясы. Сіздерге осы серия ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Мен сіздерді қатырақ жақсы көремін. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Өля, Саня, бұны қалай түсінсек болады екен? Неге сен балдарды осымен ұрып жүрсің бе? Иә, Саня апай осымен ұрады. Қалайша? Мен сендерді бұндай деп ойламаппын. Саған ешнәрсе болған жоқ па, Назерке? Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Сен жұмыстан шығасың. Мен вообще-то бала қарау үшін келген жоқпын, ақша табу үшін келдім. Сенің жұмысыңа қарап тұрғаным жоқ, басқа жұмыс тауып алам, ұқтың ба? Мен интернетке саған жалба тастайтын боламын. Сол кезде сені ешкім жұмысқа алмайды. Тастай бер, көреміз, ұқтың ба? И және де мен өзім білемін, балдарды ұрамын ба. Назерке, мен саған көрсетемін. Ей, мен сені сотқа беремін. Әкел бер телефонды. Мен бұны саған сыйлыққа беріп жүрсем. Ой, телефон керек емес, бірақ ол телефон менікі, әкел. Жоқ, сенікі емес. Керек емес телефон, ала берші. Қазір полицияға хабарласамын. Жоқ, керек емес, кетіп барамын. Хабарласпай қой. Кет бар. Кетемін. Мынауымды әкел. Ей, тастап кет бұны маған, тағы біреулерді ұрып жүрсең. Фуй, бұл менікі ғой негізі. Кет бар. Әпсе, қазір полицияға хабарласам. Бол, ішкешін санайым. Кетіп барамын. Жүда. Саған ешнәрсе болған жоқ па, Назерке? Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Мынау сенікі, ала ғой. Рахмет. Сонда енді Саня апай қайда? Ол Саня апайды жұмыстан шығарып жіберді. Иә, мен жұмыстан шығарып жібердім. Яғни мен қазір жаңа тәрбиеші тауып алатын боламын. Жарайды. Ура, күшті болды ғой. Иә, күшті болды ғой. Ура, құтылдық-ау. Иә, құтылдық. Енді бізге жақсы тәрбиеші іздеңізші, әйтпесе тағы да Саня апай болып жүрмесін. Иә, жарайды. Тез, болыңдаршы, жеңдерші. Мына жерде тәттілер бар екен, соны қазір бөліп жейміз. Иә, жейміз. Кәнеки, ашайық. Дәмді екен шоколад. Дәмді ме? Иә, дәмді жеп көр. Кәнім. Я, шынымен де дәмді екен. Қатты ұнады маған. Я, маған да қатты ұнады. Так, мынаны жегім кеп тұрған жоқ ше. Онда қоя салсыңдаршы, кейін жей саласыңдар. Я, кейін жей саламыз. Так, мына жерде қандай тәттілер әкепті. Вау, мындай шоколад әкепті. Бұны кім жейді екен? Мен жейінші? Аха, мә. Міне чупа-чупс Назеркеге и Маринаға берейік. И там мінеки алыңдар. Және де бәліш дейді. Бәлішті кім жейді екен? Маған берші. Жарайды. Мінеки. И мен енді өзіме бір тәтті таңдап алайын. Мен де бәліш таңдап алайын. Мен осындай бәлішті жақсы көремін. Жарайды, бірге бөлісіп жейміз. Так, ендеше дәмін көрейік. Дәмді екен. Мынау шоколад қой. Я, шоколадтан жасалған ғой. Дәмді ме екен? Я, дәмді, өте ерекше. Мен өзімнің шоколадымды дәмін көрейін. Я, дәмді екен, клубниканың дәмі шығады. Мен өзімнің бәлішімді жеп көрейін. Бұл да дәмді екен, маған қатты ұнады. Барлық тамақ дәмді ғой, ерекше ғой.
бірақ анам жасаған тамаққа жетпейді. Иә, шынымен де. Иә, дұрыс айтасыңдар. Менің анам өте дәмді істейді тамақты. Кәнекей деп көрейік. Дәмді екен. Мә, же Назерке. Дәмді екен шынымен де. Дәмді. Иә, дәмді. Мә, ертең менің мамам және де папам келеді. Көресіңдер. Иә, алып кететін шығар енді. Иә, алып кетеді әрине. Жібалайын. Мынау шоколадтан жасалған екен, дәмді. Кеш батқан соң. Мә, мам, пап, бұл сіздер ме? Әлде бұл менің түсім бе? Я, бұл түсің емес, бұл шын. Я, қызым, сені қаттырақ сағынып кеттік қой. Мә, мен сіздерді қаттырақ сағындым ғой. Қалай мені тастап кеттіңіздер? Мен уайымдадым, мені алып кетпейтін шығар деп. Мә, мен қаттырақ сағындым, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Жаным-ау, сені алып кетеміз ғой. Иә, біздің жұмыстарымыз шығып қалды, сондықтан осы жерге тастап кеттік. Қалай екен? Бұл жер, яғни жақсы деп айта алмаймын, бірақ 50% жақсы, 50% жаман. Яғни тәрбиешісі бізге ұнамады, ол бізге қатал болды, ол бізге тиісті, мені ұрды, сабады, мені қамап қойды. Қалайша, бұл шын ба? Я, бұл шын. Өлә, сені бүгін алып кеткенім жақсы болыпты. Енді бастығы не істеді, жұмыстан шығарды ма? Я, шығарды, басында білмей жүрген, сосын білді. Неге ертерек айтпадыңдар? Енді ол бізді ұрамыз деп қорқытты. Жарайды. Мен сіздерді қаттырақ сағындым. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ғой, әкешім, анашым. Мә, менің де мамам, папам осылай келсе ғой. Өте бақытты болатын едім. Және де мен осы жерден достар таптым. Мынау Ербол, мынау артында тұрған Мансұр, мынау бұл бізде, мынау менің жасты Мадина, ал мынау болса Сымбат. Аха, күшті. Қалай дос болдыңдар? Яғни біз бірден келген соң дос болып кеттік. Өте күшті. Енді мен келіп тұрамын ғой осы жерге, я? Я, келіп тұрасың, достарыммен кездесесің. Ура! Мен достарымды қатты сағынам, бірақ келіп тұрамын. Ендеше кеттік қызым, бізде уақыт жоқ. Әжең апаң күтіп отыр. Жарайды. Сау болыңдар, мен сендерді қатты сағынамын. Ербол, Мансұр, мен сендерді қаттырақ сағынамын. Менің ағамдай болып кеттіңдер. Ал Сымбат, тағы да Мадина, мен де сендерді қатты сағынамын. Мадина, саған көп-көп рахмет. Мені, яғни құтқардың, маған жаның ашыды. Сымбат, саған да рахмет. Менің әпкендей болдың. Ендеше сау болыңдар, келіп тұрамын. Сау болыңдар, балақайлар, сау болыңдар. Кеттік ендеше. Мә, менің де мамам, папам осылай келсе ғой. Иә, мен де солай амандаймын. Қой, жатыңдар болды, ұйықтайық. Ертең азанмен тұрамыз. Ой, қумаш, ертең азанмен тұрмаймыз, өзіміздің қалағанша ұйықтаймыз. Я, шынымен де бірақ. Я. Достар, осымен біздің сериал аяқталды. Жетімдер сериалы сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Мен сіздер үшін тырысып көптеген сериалдар салатын боламын, және де қызықты қылып салатын боламын. Сіздерге көп рахмет, мені қолдап жатырсыздар. Просмотр өте күшті, активте өте күшті. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мен 1000
подписчикке жеттім. Ол сіздердің арқаларыңызда. Енді қандай сериал шығарайын комментарияға жаза кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.